Құрметті достар, ағарғанның молайған, күн мен түннің толысқан уақыты, ауысқан уақытында сіздерді Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Ақ мол болып, аспанымыз ашық болсын. Ұлыс оң болсын, бестік баға мол болсын, қайда барсан жол болсын, денсаулықтарың зор болсын, көйлектерің көп болсын, қарындарың тоқ болсын, қуаныш шаттық көп болсын, қайғы уайым жоқ болсын. Дорогие друзья, поздравляем вас с праздником Наурыз. Желаем всем хорошего настроения, счастья, здоровья, и всегда пускай будет у вас в доме благополучие. Пускай светлый праздник Наурыз принесет в твой дом много света, тепла, радости и уюта. Желаем, чтобы счастье и гармония перед сердца, а жизнь была полна позитива, ярких красок и добра. Наступает Наурыз долгожданная, пусть удача будет постоянная, больше разных возможностей и меньше противоположностей. Наурыз пусть счастье принесет, а все плохое подальше уйдет. Радости, добра, любви желаем и от сердца поздравляем. Құрметті ауыл тұрғындары, міне Наурызымыз да келді, көктеміміз келді. Осы үлкен ұлыстың ұлы күні Наурызбен барлықтарыңызды құттықтаймын. Барлықтарыңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға бақыт әкелсін. Наурыз мерекесі біршілікке, ауызбіршілікке шақырады. Бәріміз бірге болып, осы ауылымызға үлкен деңгейге жеткізуге тілектеспін. Амандықпен, жақсылықпен, мерекелерімізден кездесе берейік. Мерекелеріңіз құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қалайық. Міне ұлы Наурыз күнінде келіп қалды. Бұл күні сіздерге жанұяларыңызға құт береке, Алланың нұры жаусын. Алланың нұрында өмірдің базарында болыңыздар. Жанұяларыңызда тыныштық, береке болсын. Атқан таңдарыңыз шырайлы, берері мол болсын. Болды? Весна теснит зиму. И с этого дня начинается отмечать замечательный светлый праздник Наурыз. Наурыз по-персидски это новый день. И поэтому не только это новый день, это новые дела, это новое становление, это плодородие, это равноденствие. Издревле казахи в этот день отменяли все междоусобные войны, прекращали все кровавые войны, прекращали все наговоры друг на друга. Этот день был правосудия, правды и свободы. И с этих пор наш Казахстан отмечает этот день не только как день весны, плодородия и равноденствия. Он отмечает этот день как свободу всех граждан, живущих в нашем Казахстане. И поэтому с особой внимательностью мы относимся в этот день ко всем людям, сеем им добро и счастье. От нашего местного самоуправления хочу поздравить всех односельчан, поздравить всех жителей нашего района, всех казахстанцев с этим замечательным праздником. Пусть в этот день вас посетит не то и будет всегда здоровье. Пусть этот день принесет вам свободу в мыслях, свободу в домах. Пусть каждый лучик солнца, пусть каждый день согревает вашу семью, принесет вам благополучие. И пусть ваш дастархан будет таким же щедрым весь год, как в эти замечательные праздники. Наурыз құтты болсын. Ал құрметті Көкпекті ауылының халқына биыл келіп жеткен Наурызымыз құтты болсын, Наурыз оң болсын, ақ мол болсын. Жылда осындай Наурызға жете беруге Алла нәсіп етсін. Құрметті ауылдастар, келе жатқан Наурыз мерекеміз құтты болсын. Бәріңізге денсаулық тілейміз. Бақыт, молшылық. Құрметті ауылдастар, келіп жеткен Наурыз мерекесі құтты болсын, басымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын, қой үстінде боз торғай жұмыртқалаған заман болсын. Кейін қазақша Наурызымыз құтты болсын. Бәріңізге денсаулық тілеймін, жақсылық қана болсын. Құрметті ауылдастар,
Сіздерді келе жатқан наурызбен құттықтаймын. Аспандарыңыз ашық болсын, дастарханыңыз мол болсын. Құдай мың пәледен сақтасын, пайғамбар шапағат берсін. Әумин.